Бүгін Байзақ ауданында сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес мүшелерінің 2014 жылғы қорытынды есебі тыңдалды. Сонымен қатар қатысушыларға 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы жан-жақты түсіндірілді. Алдымен облыстық тәртіп кеңесінің төрағасы 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының негізгі қағидаларын түсіндірді. Қазіргі таңда электрондық үкімет бағдарламасын дамыту аясында іс-шаралар жүзеге асырылуда. Оны іске асыру азаматтар мен шенеуніктер арасында тікелей байланысты барынша азайтып, жемқорлық әрекеттер мүмкіндігін қысқартуға жағдай туғызар еді, дейді ғалым Тұрсынбаев. Осындай кездесулер көбірек болса, сол кездесуге қатысқан басшылар өзін ұжымдарында осындай жұмыстарды жүргізетін болса, біз осы дертке барша халық болып күресетін болсақ, оның сыбайлас жемқорлық көріністерін мейлінше азайтуға әбден болады деп сенемін. Жалпы аудан бойынша былтыр сыбайлас жемқорлық қылмыстары бойынша бір лауазымды тұлға заң талаптарын бұзған үшін 7 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Олардың басым бөлігі білім саласының қызметкерлері болып отыр. Осылайша жылдық қорытынды есеп тыңдалып, жиын соңында қоғамдық қабылдау ұйымдастырылды. Мұнда аудан тұрғындары жеке қабылдауда болып, шешімін таппай жүрген түйткілді мәселелерін алға тартып, тиісті кеңестер алды. Кеңестен кейін міне қазір енді азаматтарды жеке қабылдау, қоғамдық қабылдауына кіріп, өзіміздің көкейімізде жүрген сұрақтарымызға қойып, тиісті жауаптарымызды алып жатырмыз. Әрине мұндай жиындар, мұндай кездесулер бізге өте қажет. Қоғам дертіне айналған індетті жою тәуелсіздігімізді нығайтудың басты талабы. Аймақта бұл тұрғыдағы шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Байзақ ауданынан Назима Дәрменқызы, Асқар Байтүгелов, жаңалықтар қызметі.